Алматыда Турген тауында барлығымыз пикник жасадық. Өте әдемі табиғат, таулары өте биік, аспандары ашық болды. Біздің келген жеріміз Турген тауы. Алматыдағы әдемі таулардың бірі, оны Іле Алатауы деп те атайды. Қайным мен жолдасым шашлык пісіруге кірісті, бірақ шашлык пісіруге болмайтынын ескертіп кеткендіктен жанған отты қайта сөндіріп тастадық. Ал қайным болса мұздай суға қарбыздарды салып, сусындарды да салып қойдық, себебі жылып кетті. Өте әдемі бұлақтың суына огурцыларымызды жуып алдық, ал кішкентайларға бұлақ ұнады. Қайнапам мен абысыным салат жасауға кірісіп кетті, ал мен блогер ретінде, мобилограф ретінде видеоға түсіріп жүрдім. Өте әдемі естеліктер болып қалды, осылай еркелеп жүретінім бар. Және де тауда өте күшті әдемі аттар бар екен, бірақ міне алмадым. Өзіміз пісіріп алып келген үйден жареный картошкамызды таласып-тармасып, наггетсімен бірге, салаттармен бірге, нанмен бірге қосып жеп алдық. Және қарнымыз шашлыкке дейін тойып қалды. Мен табиғаттың сұлулығына көзім тоймай жан-жаққа өзімнің ойымды жүгіртіп біраз ойландым. Өте әдемі екен. Табиғаттың ауасы сондай тап-таза, таулары биік, аспандары сондай мөлдір көкшіл. Жолдың ортасында бұлақ ағып тұр, сондықтан сол бұлаққа қарап біраз серуендедім, гүлдерді тердім. Бірақ шашлык жасайтын арнайы жер тауып алдық. Сол жерге барып шашлығымызды пісіріп, жеп, әдемі демалып қайттық. Видео ұнаса лайк басып қой.